осы тортқа қажет заттардың барлық мөлшерін осы видеоның астына описание бөліміне жазып қоямын. Енді негізі біздің тортқа қажет заттар осындай: сары май қажет, ас содасы қажет, ұн қажет, шекер қажет, жұмыртқа қажет и ең бастысы бізде бал қажет. Кремге сгущенка мен сметана қажет. Оны кремді жасау барысында көрсетемін. Енді ыдысымызға майымызды салдық. Келесі кезекте балымызды саламыз. Балымызды 2 үлкен ас қасықпен 2 қасық саламыз. Енді таза бал. Негізі балымыздың таза болғаны дұрыс, сонда тортымыз өте әдемі шығады. Енді орташа отта екеуін араластырып ерітіп аламыз. Бұл суығанша келесі кезекте ыдысымызға, негізі ыдысымыздың іші құрғақ болуы қажет. Себебі қазір жұмыртқалы массамызды миксерлейміз, сол кезде көтерілмей қалады массамыз. Сол үшін құрғақ ыдысты қолданамыз. Құрғақ ыдысымызға торт жұмыртқамызды саламыз. Енді үстіне қантымызды салып, тағы да мекелеп аламыз. Жұмыртқалы массамызға бал қосылған сұйықтығымызды аз-аздан құйып араластырамыз. Жұмыртқалы массамыз дайын болды. Келесі кезекте ұнымызды аз-аздан сала отырып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Массамыз осылай дайын болып шықты. Енді мен осындай табан қолдандым. Печканың соған осы форманы қойып, диаметрін 20 диаметрлік кішкентай қылып жатырмын. Сіздер кез келген формада жасай білсеңіздер болады. 2 ас қасық салып, қоржанды пісіріп аламыз. 180 градуста 10-15 минутта пісіріп бар. Өте жұқа болғандықтан бар қоржанымызды осылай 2 қасықтап салып пісіріп аламыз. Қоржан барын пісіріп шықтық. Мендегі жаңағы сұйықтық массамыздан 5 қоржын шықты. Сіздер осы құрамды 2 есе көбейтіп, көбірек жасай беруіңіз болады. Енді кремін дайындаймыз. Креміне ең алдымен қойытылған сүтпен осындай 20% қаймақты қолданамын. Кез келген крем жарайды. Бұл тортқа қаймақпен қойытылған сүттің қанша мөлшерде салынғанын описание бөліміне жазып қоямын. Енді кремді жақсылап араластырып дайындап аламыз.
қажет жетіп бір келге жинау үшін енді кремді құйып тортларымызды жинап шығамыз. Тортларымызды жинап осындай торт шығардық. Өте әдемі нежный торт болып шықты. Енді бұл тортымызды тоңазытқышқа, яғни холодильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. Себебі кремі жақсы сіңу үшін. 1 сағаттан кейін сіздерге алып көрсетемін кесіп қалай шыққанын. 1 сағаттан соң тортымызды алдық. Енді кесіп көрейік. Өте жұмсақ болып шықты. Сіздерге жасауға кеңес берем. Сіздермен болған Қаламқас. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар, себебі менде күнделікті жаңа рецепт шығады.